Қайырлы күн баршаға. Бүгін сіздерге ерекше әрі дәмді хит болған испанский чизкейктің мінсіз рецептін ұсынбақпын. Өзінің күйіп пісетіндігімен ерекшеленетін бұл чизкейк соңғы уақыттарда елімізде өте көп сұранысқа ие. Ең алдымен бөлме температурасына творожный сыр мен шекерді жай жылдамдықта миксерлеп аламыз. Үстіне сливкиді қосамыз, және де 4 жұмыртқаны алдымен бөлек ыдыста осылай венчикпен араластырып алып, қоспамызға саламыз. Миксерлеп болғаннан кейін үстіне жүгері крахмалын немесе ұнды қосып, тағы да барлығын жақсылап миксерлейміз. Енді формамызды дайындаймыз. Мен диаметрі 22 сантиметрлік форманы қолдандым, және де осылай пергамент қағазын формамыздың ішіне салып шығамыз. Дайындап қойған қоспамызды формаға салып, қызып тұрған пеште 180 градуста 1 сағат шамасында пісіреміз. Әркімнің пеші әртүрлі болғандықтан өз пештеріңіздің режиміне мән беріңіздер. Мен асел печкада пісірдім. Пештен алар кезде чизкейк өте қатты көтеріліп, ісініп тұрады, ал шығарғаннан кейін осылай басылып қалады. Және де осылай видеода көрсетілгендей былқылдап, яғни ортасы қозғалып тұрады. Бұл қалыпты жағдай. Бұл чизкейк осылай беті күйіп пісетін ерекше чизкейктің түрі. Енді бөлме температурасында толықтай суытып, одан кейін 1 сағат холодильникке қойып қоямыз. Жылы кезінде кеспейміз, ато ортасы ағып кетуі мүмкін. Холодильниктен алғаннан кейін ғана формасынан босатып чизкейкті кесеміз. Және де бұл чизкейктің ерекшелігі үстіне осылай шоколадты ерітіп құйып, және де вафельная крошка немесе кокосовая стружка, фисташка сеуіп осылай қосып жесе өте дәмді әрі ерекше болады. Видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Сіздермен болған Олжанат Абайқызы.